сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге күнделік KZ-тан сынып жетекші ретінде табельді қалай шығаратынымызды көрсететін боламын. Ол үшін ең бірінші кез келген браузерға кіріп, күнделік KZ деп теріп, логин паролімізді жазып, күнделік KZ-ға кіреміз. Кіргеннен кейін мектеп деген бөлімшенің ішінде есептер дегенге кіреміз. Есептерге кіргеннен кейін сол жағындағы оқушылар деген жаңағы үлгерімі деген вкладканың ішінде оқушылар дегенді таңдаймыз. Оқушылар дегенді таңдағаныңызда сізге осындай сыныптар шығады. Биылғы оқу жылы сізде белгіленіп тұрады. Соның ішінде өзіңіздің сыныбыңызды таңдап аласыз. Мысалы, менде 7-ші Б сынып. Сыныбымызды таңдап алғаннан кейін, мына жерде сізде кезеңдер деген тұрады. Осы кезеңдердің ішінде барлық кезеңдер бойынша дегенді таңдайтын болсаңыз, онда сіздің бір жыл бойы жаңағы келген, кеткен оқушы, ауысқан оқушы, барлық оқушыларыңыздың табельдері шығатын болады. Егер 4-ші 90 деп таңдайтын болсаңыз, онда сіздің осы жылда, то есть 4-ші 90-да және жылдық бойынша қажетті оқушылардың саны шығатын болады. 4-ші 90 дегенді таңдап, мына жақта жалпы сыныптың табельдері деген мінекей осындай жаңағы принтердің значогымен осы сөз тұрады, көк болып. Соны апарып үстінен бір рет шертеміз. Бізге осындай бет ашылады. Енді бұл бетті толтырмас бұрын бізде табельдің нөмірлері болу керек. Оны біз оқу ісі завучы, то есть директордың орынбасары, сол кісіден табель нөмірлерін аламыз. Табельдің нөмірлерін әр балаға қойып шығамыз. Мына қатарда мінекей тігінен столбик дейді ғой, табель нөмірі. Столбикпен әр баланың өзінің жеке номерін қойып шығамыз. Одан кейін педагогикалық кеңестің шешімі, яғни бізде нешінші педкеңес екенін тағы да сол завуч апайларыңыз айтатын болады. Мысалы, нөмір 1-ші педкеңес және қай күні ол педкеңес шешімді қабылдады деген сияқты. Бізде ол, мысалы, мен сіздерге бір оқушыныкін мысал ретінде көрсетейін. Мысалы, мінекей Әлімжанов деген табельдің нөмірі 830. Мына жақта бізде нөмір 7-ші педкеңес осындай жылы деп беріліп тұр. Енді тағы да бір бұл жерде айта кететіні, егер оқушыңыз үздік жаңағындай мақтау қағазын алып жатқан болса, онда мысалы менде мінекей бір оқушым сондай 847 деп жазайықта нөмірін. Педкеңес нөмірінде көрсете өтемін және үтір қойып, мақтау қағазымен марапатталды. Мақтау қағазымен марапатталды. Сосын жаңағы мақтау қағазының нөмірін көрсете кетеміз. Мінекей осылай барлық, мысалы, жаңағы аттестат алатын оқушылардың барлығын осылай көрсете кетеміз. Осының барлығын толтырып болғаннан кейін басып шығару дегенді басамыз. Басып шығаруды басқаннан кейін бізге жаңағы PDF форматта файлымызды шығарып береді. Мен қазір 2 оқушыныкін жаздым, менде 2 оқушыныкін толық жазып шығарып береді. Қалған оқушылардың табельдерінде нөмірі болмайды. Мінекей менде мына 1-ші бетте бүкіл жыл бойындағы болған оқушыларымның саны шығады. 2-ші беттен бастап жаңағы менің көрсеткен мінекей Әлімжанов Алихан деген табельдің нөмірі көрсетіліп тұрады және өзінің сыныбы, оқу жылы. Мына жерде табельдің нөмірі көрсетіледі, бағалары көрсетіледі. Қорытынды мінекей мысалы қазақ тілден емтихан бағасы және қорытынды бағасы көрсетіліп тұрады. Басқа пәндерде қорытынды баға қойылмайды.
Мына жаңағы біздің жазғанымыз педагогикалық кеңестің шешімі нөмір 7-ші педкеңес 31 мамыр 2024 жыл. Енді мен бұл бір оқушыға көрсеттім. Енді ең соңындағы жаңағы үздік оқушымды көрсетейін. Оныкі де осылай, нөмірі де шықты. И үтір мақтау қағазымен марапатталды, нөмірі 105 деп шығатын жерде. Болды, осы табелдеріңіз дайын болғаннан кейін бұны өздеріңізге скачать етіп, мінекей мына значокты басып скачать, то есть өздеріңізге жүктеп алсаңыздар да болады. Болмаса сразу принтерларыңыз қосылып тұрса басып шығаруға болады. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, игіліктеріңізге жарасын. Сау болыңыздар.